Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, әрі дәмді болып шығатын сүзбелі печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар үй температурасындағы сары май, сүзбе, ұн, қант және қопсытқыш. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қойдым. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға сүзбені саламыз. Оның үстіне үй температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Барлығын жақсылап шаншықмен еземіз. Бізде осындай сүзбелі масса шығады. Келесі жасайтынымыз ұн мен қопсытқышты салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Онда аз-аздан салып илейміз. Егер сізде сүзбе құрғақ болса, ұн өте аз кетуі мүмкін, немесе суылау болса, ұн көптеу кетуі мүмкін. Сол себепті көз мөлшерімен аз-аздан салып илейсіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген рецепттер салатын боламын. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыз дайын. Келесі кезекте осы қамырды барынша жұқа етіп жаямыз. Онда қамырдың астына үстіне сүйіп отырып жаямыз. Қамыр жұмсақ болғасы жабысып қалуы мүмкін. Қамырды жұқа етіп жайып алдым. Келесі жасайтынымыз осы жайылған қамырдың үстіне қантты сүйіп шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызша печеньенің формасын әртүрлі жасауға болады. Келесі кезекте қамырды 3 бөлікке бөлеміз. 2-ге бөлсе де болады. Барынша арасы жұқа болғасын, толықтай пісіп шығады. Енді осы кесілген қамырларды шетінен бастап рулет қылып ораймыз. Формаға пергамент қағазын төсейміз, немесе сары май жағып аламыз. Осы оралған рулетті бөліктерге бөліп, барлығын формаға саламыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде қызған пешке салыңыздар, сонда жақсы піседі. Достар, печенье дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Үстіне қант ұнтағын себіңіздер, одан сайын дәмді болады. Баршаңызға ас болсын.